Bizga ақша әкел деп ben Sen kaç aldın? Вот осындай дастарханчик у нас. Айтмар, привет де. Привет. Мен ұйқымнан көріп тұрмын, достар. Пока что түрімді көрсетпеймін. Йор де. Яу. Яу. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Сәлем достар, бүгін бізде уже айт. Мен әлі осылай ұйқылай отырмын, саат 12 болды. Түнде мен страшно ауырдым. Бетім нетін ісіп кеткен. Қолым вообще атлайын деп тұрмын, кальцоң көрінер ма, міне. Мынау кең кальцо еді. Андай состоянием ужасный болып тұр, не знаю. Еще түнде мына бетім қисайып қалды менің. Пизде үшін қаттым үшін. Мен уже боянып алдым, но менің бетім әлі. Салам алейкум болып тұр. Шашым қараңдар. Вообще ничего не нравится. Хочу плакать. Бүкіл энергиям түсіп тұр шандай. Ненавижу именно опухшая уже, ненавижу. Достар, мен дейтін ауырып енді тұрдым. Басым әлі қазандай болып тұр. Сәл-пәл кеттім мынау. Үйде уже айттап қонақтар келіп кетті, менің нағашыларым. Енді соның артын реттеп, не істейтінімізді планировать жатырмық. Вика, что спишь? Достар, мен целый день спала. Вообще дымға энергия болған жоқ. Ауырдым, құстым. Вообще түнде мына бетім бүйтіп дрожать етіп, нервный тиктардан. Ужасное состояние болдым бүгін. И вот только что тірілдім, сәл-пәл нормально болып. И мына миллиониумға келіп, өзім осындай булочки мен йогурт алдым. Салям, ребята, сегодня уже другой день. Да, ужасно түсім. Мен кеше өзімді ужасно сезіндім. И от души ұйықтадым. Таңертең 9-да тұрып, қайттан ұйықтап, қазір қайттан тұрып жатырмын. Потому что, блин, сондай усталость. Ауырғаннан ба, не знаю, короче. И қазір мен шашым су көріп қандарымдай осыны кептіріп, боянып, үйдегілерді айттауға барам, потому что папа жұмыстармен қалаға кетеді. Машина кімде бар, менде бар. Пока что мына жақ бардак болып жатыр. Осылар жинауым керек. Мына Лилика ұйықтап жатыр. Вот. Ой, мен термоз ешті сеппеппін. Достар, Dyson менің әлемдегі ең алған дұрыс покупкам. Вот посмотрите на разницу. No и no. Еще тез, мынаны ары кетсе бір 5-10 минутта кеп тұрдым міне. Мені жарты сағат. А то мені боялған шашыммен өте қиын негізі басқа фен қолдану. Я Айтмар чаша тоже, посмотрите на нее. Ей внимания не хватает, она такая кринжуна. Мы будем красить. Посмотрите на мое красное лицо. Біз кетейін деп жатырмық. Біз, короче, қазір айттауға шығып бара жатырмыз. Қалмақтармен. Так вот, дала дейтін ыстық болып тұр кәдімгідей. Мына жаққа келдік. Кемпір мен шалдар сатам, скидкамен, мынан 500 yen десін. Міне мынандай балалар бар, сатамын тоже по скидке. Каждый 1000 теңгеден сатып жіберем. Мынау кішірегі 500 теңгеден.
Мынау 800 теңге болады. Мынау дәулері енді бір 1000 теңгеден сата берем. Мынаны вообще 5 теңгеге алып кетсеңдер болады. Тісі жоқ, потому что бракованный де. Мынаны вообще 1 теңгеге сатып берем. Біз, короче, осылай нағашылар жаққа қайтып келдік. Назерке деген қызы көргендер болса, жазып беріңдер. Мінекей, біз осы Айнұр дейтін менің бейбиімнің үйіне атшақ келдік. Бәрі мамамның магазинері. Типа барлы, мына үйде ешкім жоқ деп жаса қойыңдар деді ма? Ремонтқа кетті бәрі. Ремонт жасауға? Міне бізге обедке Алинұрды жейміз. Ням-ням-ням-ням. Алинұр бері қара. Алинұр. Сен. Өсе. Вахуя отыр. Сөздердім, бір не ғой. Ой, Алинұр. Ой, Алинұр. Такая вот я красотка. Біз, короче, қазір әмейлердің үйіне келдік. Переход деп пе? Мынау осындай. Жақыны қойсын. Неге, әмейдің үйі осындай. Осы үйге келсеңдер тонасаңдар болады. Үйлерінде адам болмайды. Сақ уақытын сондай өзіңді. Міне, әмей деген мынау. Ләккен осысыз ғой? Жоқ. Любой капибарын көрсең маған қысата бересің бе? Маяқта Елхан дейтін біздің бопашка бар. Елхан, привет! Жон, махаббатым. Мен махаббатым осы. Мұнаны көрсеңдер, псих больницаға жауып тастаңдар. Елхан шоқ қой. Мына жабайлар қайдан келді? Мен сияқты жабай көрмеген шығарсың. Өзгер кетті. Короче, біз дейден пицца жасап жейтін болды өйден. Қазір соған Жаркен заправкамызды қаралып жүрік. Еще Жаркен заправкада біз всегда тусалат етеміз. Құттайын алшыш. Біз үйге келдік. Короче, пицца жасайын деп жатырмыз. Маяқта жібегі біз жуып жатыр. Тамар болса жатыр. Короче, достар, біз үйге пиццаны жасадық. Вот, мен өзімді көп айта қойдым. Біз әркіміз қалаған жейді. Мына жақта пицца пісіп жатыр. Мына жақта алдында хогодан қалған осындай күшті бірдеңе, короче, с рисом и молоко. Доброе утро, моя девочка. Қалай, ебать, пробка болып тұр. Өңшін ауырсы қояйын деп Старпош жаққа келейін десем, вообще ужас. Там пробка, парковка вообще нету. Қазір универ жаққа қоя баратын енді. Пока что жағдай осылай, достар. Парковка таппадым, универ жаққа келдім. Потому что Старый площадь пен универдің арасы жақын. И қазір қарным ашып бахани сатып алдым өзіме. Вот осы жақта отырмын енді. Қала дейтін бардак болып отыр. Жаңыл дейтін кеше көрсеткен әмейдің қарындасы емес, сіңілісі осы қыз басы бос алып қашып кете берсіңдер болады. Я, Елхан? Дұрыс, бәріміз Елханға қосамыз. Нақты қырғын адам ужас. Біз, короче, әлі жүріп адам қорпасы болып кетті. Жегіміз кетіп кетерін алды. Біз әрең дегенде шықтық концерттен. Мынау шашын жинай алмай, мен алдым жинай алмай, тағы ашылып кеткен ғой. Вот осылай жүріп. Мен машина
машинамда парковка таппағаннан кейін алысқа аттап кеткен. Короче, соған қазір остановкаға бара жатырмық. Автобусқа отырып, дальше мен машинама барамын. Аяғымыз, тамағымыз бүгініміз өлді. Біз баратын автобус әлі жоқ. Біз, короче, остановкамызға келіп түстік. Қазір енді пикни бибикамызға бара жатырмық. Қарнымыз ашып тұр. Қазір бірінші план, короче, машинаға барып отырамыз. Отырғаннан кейін апортқа барамыз, апортқа тамақ жейміз. И дальше домой. Біз машинаға отырдық наконец-то. Сейхали. Надоелсың деп отыр. Вот енді апортқа барып жатырмыз. Осылай өлік болып отырық. Қазір энергиямыз жинап алу керек сәл-пәл. Біз, короче, апортқа келдік. Қазір тамақ ішуге баратырмыз. Біз жаңа суши бургер жеп алдық. Енді пицца жейін деп жатырмыз. Менің балам осындай қопал. Біз қазір киноға кірейін деп жатырмыз, короче. Слажылы отырық. Біз киноға кірейін деп жатырмыз. Saat 10:30 болды işte. Действует в сети тарифе. В любом из кинотеатров Кинопарк и Киноплекс, кроме залов премиум. Все информация в мобильном приложении Кинопарк Киноплекс. Там ұялып отыр. Біз, короче, только что кинодан шықтық. Тұрым дейтін ісі батыр. Цап-цап. Короче, біз уже үйге келдік. Мен тұрмақ біткен, ісіп кеткен. Наңғаранда бетім. Қазір беті қолымды жуып, уже ұйықтауға собираемся, потому что ұйықтау керек, сағат 1 болды. Влог ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, әрине подписаться етіп кетіңдер, потому что ертең мен бұйыртса популярный болғанда мен олдпын деп жазасыңдар. И осы, жоқ, бірақ на вырезка салмақ қойыңдар, мен түрім не очень болып тұр. И мне очень важно эта поддержка. Она влог жақсы просмотр жинапты, и это меня очень сильно радует. Прям шүкір. И ары қарай дальше больше осылай үлкен просмотрлар жинап, подписчик көбейе берсін. Всех люблю. Всем спасибо. Пока.